20 ғасырдың басында қазақ халқының азаттығы мен рухани жаңғыру жолында аянбай еңбек еткен алаш арыстарының бірі Қошмұхамбет Дүйсенбайұлы Кемеңгеров. Ол қоғам қайраткері, драматург, жазушы, журналист, ғалым, ұстаз. Биыл қазақтың көрнекті тұлғасының туғанына 130 жыл толып отыр. Қошке Кемеңгеров 1896 жылы Омбы уезінде дүниеге келді. Әкесі Дүйсебай қажы балаларының білім алуына ерекше көңіл бөлген. Қошке алғаш ауыл молдасынан сауат ашып, кейін Омбыдағы приход мектебінде, ветеринарлық фельдшерлік мектепте, ауыл шаруашылығы училищесінде білім алды. Студенттік жылдары Қошке қазақ жастарының бірлік ұйымының белсенді мүшесі болды. Балапан журналының редакторы қызметін атқарды. 1917 жылы Алаш қозғалысына белсене қатысып, Ақмола облыстық қазақ комитетін ұйымдастыру жұмысына араласты. Кейін Алаш партиясының Ақмола облыстық комитетінің мүшесі болды. Жас азамат газетінің редакторы ретінде ел тәуелсіздігі мен ұлттық бірлік идеясын насихаттады. Қошке Кемеңгеров қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі болды. Ол Алтын сақина, Парашылдар, Ескі оқу, Күнәсіз күйгендер пьесаларын жазып, қазақ театр өнерінің қалыптасуына зор үлес қосты. Сонымен бірге әңгімелер, ғылыми еңбектер, қазақ тілі оқулықтары мен сөздіктер жазып, журналистика мен ғылымның дамуына еңбек сіңірді. 1930 жылы Қошке Кемеңгеров жалған саяси айыппен тұтқындалып, кейін Украинаға жер аударылды. 1937 жылы қайтадан қамауға алынып, ұлтшыл ұйым құрды деген негізсіз айып тағылды. 1937 жылы 21 қарашасында ол ату жазасына кесілді. 1957 жылы толық ақталды. Қошке Кемеңгеров қазақ әдебиеті драматургиясы, журналистикасы, тіл білімі мен тарих ғылымында өшпес із қалдырған тұлға. Бүгінде оның есімі мектептерге, көшелерге берілген. Көп томдық шығармалар жинағы жарық көріп, ғылыми еңбектері қайта басылуда. Ұлттық азаттығы жолында күрескен Қошке Кемеңгеровтың өмірі кейінгі ұрпаққа адалдықтың, білімнің және елге қызмет етудің жарқын үлгісі болып қала береді. Қошке мұрасы ел тарихында, ұлт жадында мәңгі сақталады.